Құрметтім, сабағымызды әрі қарай жалғастырсақ. Яғни өткен жолғы сабақтың барысында мен саған өзіңнің ішіңдегі өзіңді кінәлайтын, күстаналайтын, қазақша айтқанда жек көретін дауысты анықта деп айтқан болатынмын. Өйткені адамның жалпы өзіне деген махаббаттың көз ашылу үшін осы дауыстарға барынша зер салуы тиіс. Біз неліктен өзімізді жек көреміз деген сұрақ туындаса. Өйткені біздің қиялымызда бір ғажап өмір бар. Күшті бір өмір бар, біз ол өмірге жеткіміз келеді, бақытты болғымыз келеді, сол өмірге жеткізбей жатқан, сол бақытты өмірге әкелмей жатқан өзіміз сияқтымыз. Яғни жалқау болып жатқан, жұмыс істемей жатқан, әдем болмай жатқан, ақылды болмай жатқан, или болмаса пысық болмай жатқан, тағы да басқа себептермен өзіміз сияқтымыз. Егер сіз өміріңізді өзгертуге, өзіңізді жек көру арқылы ұмтылатын болсаңыз, бұл дұрыс жол деп айта алмаймын, мен ұсынатын жол деп айта алмаймын. Өйткені адам өзін жек көрген кезде түбінде не істейді, мысалға ұйықтай беретін болса, адам ойлайды, бір жек көреді, екі жек көреді, үш жек көреді, сосын үшінші күні қой ұйқымнан тұрайын. Яғни жұмысымды істейін, таңертең ерте тұрайын, мен жалқаумын деген дауысты естіп адам орнынан тұруға ұмтылады. Бірақ бұл жолдың ғұмыры ұзақ деп айта алмаймын. Бір-екі күн айта алмаймын деген Шымкенттің сөзі бар, айта алмаймын. Бір-екі күн орныңыздан тұруыңыз мүмкін. 2 күннен кейін қайтадан жалп етіп, ештеңке істеуге зауқыңыз болмай, қайтадан ұйықтап түске шейін жатқаныңызды өзіңіз білмей қаласыз. Содан кейін тағы да жек көре бастайсыз. Яғни мен не деген жата беретін адаммын, мен не деген оңбаған адаммын деп өз-өзіңізді кінәлай бастайсыз. Бұл бір бітпейтін круговорот сансара, яғни өзіңді жек көру, жындану өзіңе өкпелеу, өзіңді алып шапалақтан 2 ұру, орнынан тұр, ойбай, тез-тез елден қалып бара жатырмыз, өмірімізді жөндеуіміз керек деп ойлау, одан кейін қайтып айналып сол круговороттан шыға алмайсың, шамалы уақыт есің жинағандай боласың, шамалы уақыт кәдімгідей жақсы болғандай болады. Одан кейін қайтадан, егер сенің өмірің сен ойлағандай болмаған кезде, қайтадан сол иірімге, сол құдыққа өз қолыңмен қайттан түсесің. Сондықтан менің ұсынатын жолым мүлдем басқа, мүлдем бөлек. Тек сабақты соңына шейін тыңдасаң болған. Қазіргі өзіңді жек көру тенденциясы, жалпы өзіңді жек көру үрдісі бүкіл әлемде бояулуда. Неліктен деген сұрақ туындайтын болса, өйткені қазіргі кезде жалпы соңғы жылдары ғаламтордың есігі айқара ашылды. Яғни интернет арқылы, әлеуметтік желі арқылы біз бір-біріміздің өмірімізді, ішкі кухнямызды, былайша айтқанда, не ішіп, не жейтінімізді, қандай төсекте ұйықтайтынымызды, қандай заттар ұсынатынымызды бүкіл әлем бір-біріне паш етіп көрсете бастады. Қандай сумкасы бар, қандай көйлегі бар әйелдердің, қандай косметика қолданады. Бұған дейін бұл сугубо личный, интимный дүниелер болатын болса, соңғы кезде даже күйеумен төсектегі қарым-қатынасына шейін әлем өзінің өмірін айқара ашып көрсете бастады. Осы кезде біздің өзіміз осы как будто бір әлем жарыстың межесіне тұрғандай, өйткені кім күшті өмір сүреді деген жарысқа түскендей, біз осы жарысқа қалай қосылып кеткенімізді, қалай осы жарыстың ортасында тіліміз салақтап, есімізден танып жүргенімізді өзіміз білмей қалдық. Яғни, қайткенде де жаңағы бүкіл обложкаларда, бүкіл Инстаграм, әлеуметтік желідегі өмірге сай болмай жатқандығымыз үшін өзімізді жек көріп жатырмыз. Сондықтан адам қаншалықты өзін жек көреді, соншалықты ол өзінің шынайы, истинный, настоящий болмысынан соншалықты ажырай береді. Қайта керісінше адам тобырдың ортасына түсіріп адасып, өзінің индивидуальнысын, өзінің табиғатындағы ғажайып мінезін, құлқын, табиғатындағы шығармашылығын, өзіне тән, тек қана өзіне ғана тән, Алланың берген қасиеттерін жоғалтады. Өйткені адам анау коллективный разум бойынша бүкіл көпшілікке ұқсауға тырысты. Сол стандартқа сай болмадым деп адам өзін өзі қамшылап жатыр.
сол стандарттарға сәйкес сондай үйім болмады, сондай көйлегім болмады, сондай брендовый затым болмады, сондай машинам болмады, сондай күйеуім болмады деп адам айналасының барлығын жек көруде. Сондай балам болмады, дәл сондай инстаграмдағыдай күйеуім болмады, дәл сондай менің бет әлпетім болмады, дәл сондай менің өмірім болмады деп. Сондықтан қазіргі бүкіл 21 ғасырдағы желідегі өмір көрсетіліп жатқан, жарық-жұрқ еткен көп адамның ұйқысын ұрлады. Көп адамның осы самооценкасының түсуіне, өзін жоғалтуына, өмірде өзіне деген махаббаттың қайнар көзінің ашылмауына қайта алып келді. Сондықтан сіздерге барынша қайталап айтам, осы сабақтың барысында ең бірінші өзіңіздің ішкі дауыстарыңызды танысаңыздар екен. И өзіңізді жек көруді доғарсаңыздар екен. Өйткені өзіңді жек көру в основном сіздің адасуыңызға, қайта өзіңізді таппай қалуыңызға, өзіңіздің шын табиғатыңызды адасып кетуіңізге, және сіздің ашынып кетуіңізге, нервқа кетуіңізге, невроз болуыңызға, өмірді сезіне алмай, қайта өмірдің ғажаптығын сезіне алмай, өміріңіздің талай сәтінің босқа кетуіне алып келеді. Әсіресе қазіргі 21 ғасырда бүкіл дауыстар жетістік, ақша, ойбай, ақша табыңдар, қалайда жарқын өмір сүріңдер, бүкіл адам молшылыққа лайықты дегенді насихаттауда. Әрине, бүкіл адам молшылыққа лайықты. Мен де оны сізге айта аламын. Бүкіл адам жарқын өмір сүруге, жайқалып өмір сүруге, гүлдей жарылып өмір сүруге лайықты. Бірақ сіз жүріп жатқан жол, ол дұрыс жол емес. Мен сізге мүлдем басқа, мүлдем сіз ойламаған жолды көрсеткім келеді. И бүкіл адам осы жерде жарқын өмір сүруге лайықты дегенді, жетістік, ақша табу, қалайда миллионер болу керек, қалайда ақшаның соңына қарай өмір сүруіміз керек, қалайда комфортно өмір сүруіміз керек, шетел аралауымыз керек дегенді қатты ұрандатқан сайын адамзат өзінің шын истинный ясын жоғалтуда. Осыны қатты ұрандатқан сайын әйелдерде, көп әйелдерде әсіресе ұйқы, күлкі дегеннен арылуда. Яғни не ішіп, не жегенін білмейді. Қалайда анау жарқын өмірге жетуім керек деп жанталасуда. Қаншалықты жанталасса да, қаншалықты өзінің жанын қинаса да, керісінше ол жарқын өмір сағым сияқты сізді ұстатпай, қолыңызды жеткізбей, жаныңызды қинап бара жатыр. Осы кезде әсіресе өзіңді жек көруге байланысты, именно іскерлігіңізге байланысты дауыстарға қаттырақ мән берсеңіз екен деймін. Өйткені біздің көп әсіресе өзімізге қатысты мен жақсы жұмыс істей алмаймын, менің қолымнан келмейді, мен дұрыс істеп жатқан жоқ сияқтымын, менің тәжірибем аз сияқты, мен мысалға Мақпал Қаратай қазір сабақ өткізіп отырсам, мен дұрыс сөйлеп жатқан жоқ сияқтымын, мен елдердің көңілінен шығуым керек сияқты, или болмаса елдерге ұнау үшін былай сөйлеуім керек сияқты деген сияқты әртүрлі дауыстар сіздің басыңызда, сіздің аяғыңыздан кері тартып, сіздің жаңағы алға жылжуыңызға кері ықпалын тигізуде. Яғни мен онша емес сияқтымын, мен ісімді дұрыс жасамай жатқан сияқтымын. Именно іскерлігіңізге қатысты. Мен ақша таба алмайтын сияқтымын. Ай, менің өмірім өзгермейтін сияқты, менің өміріме жақсылық келмейтін сияқты деген өзіңіздің ішіңіздегі негативный дауыстарды іскерлігіңізге қатысты, ісіңізге қатысты назар аударсаңыздар екен. Өйткені өзіңді жек көрудің негізгі басым бөлігі осы іскерлік. Сіздің жұмысыңызға, ақшаңызға қатысты дауыстардан тұрады, негізгі бөлігі. Сондықтан осыны ойланыңыздар.